Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге ауыл шаруашылығы каналы. Бүгін сіздермен бірге мен өзім бұзауларымды көрсететін боламын. Қалай бұзауларға жем беріп шөп қалай салатынын көрсететін боламын. Бүгін бұл бұзау менің маусымның 26-сына туылған. Как раз бұл маусымның 26-сына туылған, бұл маусымның 1-іне туылған. Тұр. Достар, мынау менің малханам, ағалар, інілер. Бойын қараңыз, бойын қараңыз. Денесін қараңыз, денесін қараңыз. Просто бұның мамасы деу, папасы деу. Бұның енді 3 жасына дейін істеймін мен. Бұның 3 жасына дейін сонда маңдай болады да ол. Маңдай. Енді бұл біз енді ауыл шаруашылығы каналы ашылған алғаш видеомыз. Қателіктеріңіз болса кемсітпеңіздер, қателік қайда кеткенін айтыңыздар. Енді мына бұзауда енді бұны семіртеміз деген ой бар енді. Негізі ағайындар, жақындар, қандастар негізі бұзауды өз сиырының баласын семіртіп баққан дұрыс бірінші кезде. Мен қазір үйде бір бұқан бар, оны бордақылап жатырмын. Мен 3 күн болды бастағаннан бордақылап. Мыналарға үсіп шөп сақ қоямын. Ақыр осындай домалақтан 2-ге бөліп шөп сақ қойсаңыздар болады. Мына жартысына су қойып қоямын. Үлкен сауатын сиырларым кеп ішеді. Бұларға шөп тілеп тұр болады. Шөпті аз берсең тауыс жеп қоятын. Дым қалдырмай жеп қойған. Достар, енді мен сіздерге жемді көрсететін боламын. Жемдерін